Армысыздар ағайын, қазір менің де, сіздердің де, жалпы халықтың мына телевидениеға, менің әкем көк жәшік дейтін, көкбет дейтін, соған көңілі толмайды. Көбіміздің өкпеміз қара қазандай. Өйткені халықтың қазіргі сұранысына халыққа қажет хабарлар жоқтың қасы. Қалайлайын бітсе, әлеулайын бар дегендей, қалаулымды қазір жаптырамыз деп президентке дейін шу шығарып жеткізіп едік. Енді қалаулым лайф деген шығарып алды. Тамаша деген каналдар шығарып алды. Түрлі сайқымазақ каналдар жетіп артылады. Телевизорды қоссаң, шындығында көретін көп халыққа бір кәсіпті, ғылымды насихаттайтын каналдар жоқтың қасы, ондай бағдарламалар жоқтың қасы. Енді мынандай сөз бар ғой, сынайсың ба, өзің ұсын деген. Орыс ағайындар айтады, критикуешь, предлагай деп. Сондықтан мен өзімде телевидениені сынағалы 5-6 жыл болды. Ақыры сынап шаршап, өзім енді телевидение ашуды қолға алайын дедім. Телевидение болғанда әрине мен ондай мүмкіншілігім жоқ. Баяғыдан бері өкімет қолдап жатқан үлкен миллион долларлық қаражатпен ашылып жатқан телеканал ашуға мүмкіншілігім жоқ. Бірақ осы YouTube арқылы интернет телевидение, интернет телеканал ашайын деп шешім қабылдадым. Бұл телеканалымыздың атын сен деп қойдық. Сен деген сөз біздің айтқанымызға сенім білдір деген сөз. Осы телеканалда сенің болашағың жайлы әңгіме болады деген түсінік білдіреді. Сондықтан сен каналының тұсаукесері Алла қаласа 13 сәуір күні таңертең сағат 8-де кесіледі. Бұл канал 12 сағат жұмыс істейтін болады. Және де алдын ала жазылып қойған бағдарламалар емес, тек қана тікелей эфир. Сол жерде сіздер сұрақ қоя аласыздар. Ол жерге түрлі мамандар келетін болады. Қандай мамандар? Медицина жағының мамандары. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша мықты медицина мамандары мен білемін, және де басқаларды да шақырып келтіремін деп ойлаймын. Экономика саласының мамандары, Қазақстанның экономикасы, жалпы әлемдік экономика жайлы айтып бере алатын. Тарих мамандары, сонан кейін бизнес, әртүрлі саладан, ауыл шаруашылығы. Мысалы, мен жақсы түйеқұс өсіріп жатқан, жақсы құстар, күрке тауық өсіріп жатқан өте жақсы мамандарды білем. Мына жылыжай, теплицадан қызанақ, қияр өсіріп жатқан мамандарды білем. Мықты қой өсіретін, ешкі өсіретін, сиырдың жақсы өсіріп жатқан, сиырдың сүтінен түрлі тамақ, сырлар жасап жатқан мамандарды білем. Малды бордақылайтын мамандарды білем. Соңы жоңышқа өсіретін, жүгері өсіретін мамандарды білем. Ғалымдарды білем. Сол ғалымдарды шақырып, біз нақты мына дақылды былай өсіру керек, бұны мынанша былай дәрісін былай бөлу керек, тұқымын мына жерден алу керек деп нақты кеңес беретін боламыз. Және де бала тәрбиесі жайлы психологтарды, нейропсихологтарды, мамандарды шақыратын боламыз. Баланы қалай тәрбиелеу керек? Заманауи, мына қазіргі жаһанданған заманда, мына телефон, компьютер толып кеткен заманда баланың психологиясы бұзылып кетпеу үшін оны қалай тәрбиелеу керек? Бала тәрбиесі мамандарын шақырамыз, психологтарды. Және де білім беру саласынан, әр саладан, математикадан, физикадан, химиядан, тарихтан, әдебиеттен білімді қалай беру керек? Өте көрнекті, өте тәжірибелі мұғалімдерді шақырып, солар мұғалімдерге арналған осы жерде хабарлар түсіндіретін болады. Және де мына медитация жасау, мына медицина саласынан мықты нейробиолог ғалымдарды шақырып, солармен сұхбат жүргізіп, солардың кеңесін беретін боламыз. Сонан кейін маркетинг жағынан, әсіресе интернет маркетинг жағынан, мына цифрлық технология жағынан, сайтты қалай жасау керек, инстаграмды қалай жасау керек, жарнаманы қалай жасау керек. Осы менің командамның өзінде Қазақстанда өте мықты мамандар бар. Сату бөлімін қалай жасау керек, түрлі өндіріс орындарын қалай ашу керек. Мысалы, жиһазды жақсы өндіретін, аяқ киім өндіретін, киім тігетін, өндіретін, тігіп жатқан мықты цехтар бар. Сол цехтарға барып түсіреміз. Цехтардағы ашып жатқан мамандарды осы жерде алып кеп, солардың нақты ақыл кеңестерін беретін боламыз. Осындай керемет бір интернет телеканал ашылады. Тосыңыздар, менің инстаграм каналымда сілтемесі беріледі, тарата жүріңіздер. Енді қазір сіздерге хабарландыру. Бізге осы интернет телеканалға жүргізуші болып келетін, түрлі салада жүргізушілік қабілеті бар
сонысын сынайтын келетін жүргізушілер керек, және де әр саланың мамандары керек. Шәкәрім бабамыз айтып кеткендей, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің, жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын дейді. Ғибрат алап артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсің деген. Кім өз саласының мықты маманы, сол білімімен, тәжірибесімен халықпен бөліскісі келеді, астыға өздеріңіздің аттарыңызды және де өзіңіздің салаларыңызды, мамандығыңызды жазып кетіңіздер. Егерде тележүргізуші болғыңыз келсе, онда да жазып кетіңіздер. Менің көмекшілерім сіздермен хабарласады, сіздерді сұхбатқа шақырады. Осы интернет телеканал арқылы халқымызға қызмет көрсетейік бірге. Мекен жайы, адресі төмендегі профильде жазылып тұрады. Дүйсенбі күні таңғы сағат 8-де кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.